Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз кофеден бетті тазартатын, тегістейтін, жасартатын маска жасайтын боламыз. Ол үшін бізге кофе қажет. Ұнтақталған түрінде, осындай түрінде қолдансаңыз болады. Бірақ три в одном қолдануға болмайды. Осы түрін қолдануға болады. Осылай үлкен қасықпен бір қасық салып аламыз және үстіне фильтрден өткізілген таза су қосамыз. Кішкене ғана қосамыз. Бұл біздің кофеміздің еруіне қажет. Сосын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Ешқандай ішінде іртіктері қалмау керек. Жақсылап араластырамыз. Егер сіз кофеге сразу косметикалық май немесе лимонның суын қоссаңыз, ол бірден ерімей қалуы мүмкін. Сондықтан да суға ерітіп аламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Егер бетіңіз менікіндей құрғақ болса, осы масканы жасаңыз. Ал егер бетіңіз майлы болса, кофеге айран қосып жасасаңыз болады. Бір үлкен қасық кофеге бір шай қасық айранды қосып, екеуін араластырып маска жасасаңыз болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Жалпы кофе бетті сергітеді, тазартады және жұмсартады. Кофенің косметикада білесіздер, көптеп қолданады, скраб ретінде көбінше қолданады. Және осындай жағдайында маска жасауға болады. Бетімізді тегістеп, оның ішінде кофеин болғандықтан жас қалпында сақтауға көмектеседі. Екінші ингредиент ол лимонның суы. Лимонның суынан кіші қасықпен бір қасық қосамыз. Лимон бетті ағартатынын білесіздер. Егер лимонға аллергияңыз болса, бұл лимонды қоспай қойсаңыз болады. Мен жарты қасықтай қостым. Жақсылап араластырамыз. Үшінші ингредиентіміз ол менде авокадо майы. Авокадоның өзінен де неше түрлі маскалар жасалады және майынан да жасалады. Авокадо майы аптекада сатылады. Косметикалық деп жазылған түрін алыңыз. Сонда ол теріге, жаңағыдай бетке, қол күтіміне қолдануға арналған деген сөз. Авокадо майынан жарты қасықтай қосамыз. Жарты шай қасықтай қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Бұл маска көбінде бетіңіз құрғақ болса және бетіңіз аралас типті кожа болса, өте жақсы әсер етеді. Ал егер бетіңіз майлы болса, авокадо майын қоспай, оның орнына айран қоссаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің маскамыз дайын болды. Міне қыздар, біздің маскамыз дайын болды. Ол осындай сұйықтау болып келеді. Бұл сіздің теріңіз аралас және құрғақ болса, өте жақсы көмектеседі. Ал егер бетіңіз майлы болса, жаңағыдай майдың орнына, авокадо майының орнына сіз айран қолдансаңыз болады. Айран немесе қаймақ қолдансаңыз болады. Міне осындай болып шығады маскамыз. Енді бетімізді дайындап аламыз. Менің бетім құрғақ болғандықтан, бірінші білесіздер, косметиканы жағудың алдында, маска кез келген затты жағудың алдында бетті тазарту керек. Тонермен немесе тоникпен сүрту керек. Мен осындай молочкамен сүртемін, өйткені бетім құрғақ. Осы молочка маған өте қатты ұнады, бетіме жақсы көмектеседі екен. Осылай жақсылап бетімізді тазартып аламыз. Қыздар, естеріңізде болсын, қазір уже күн жылып келе жатыр. Маска жасап болғаннан кейін бетіміз нәзік және терісі балғын болып тұрады. Егер бірден күнге шықсаңыз, күннің ультрасәулелері бірден әсер етіп, бетіңіз қарайып кетуі мүмкін. Сондықтан да енді көктем, жаз келе жатқандықтан маскалардың барлығын кешке жатар орынға жасаған дұрыс. Міне бетімді тазартып алдым, енді масканы жағып шығатын боламын. Және тағы бір айта кететін жағдай, маска жаққанда тек қана бетімізге ғана емес, мойнымызға да қосып жаққан дұрыс. Бұл бір реттік жасалатын маска болғандықтан, егер артылып қалса, қолыңызға да жағыңыз.
Мен қазір орамалды отқандықтан орамалыма көйлегіме тек кете ма деп қорқып отырмын. Сіздерге көрсетейін деген ғой қалай жағылатынын. Жалпы осылай жағып 20 минуттай ұстаймыз. 20 минуттан соң бөлме температурасындағы сумен жуамыз. Жақсылап жуу керек, өйткені кофені жаққаннан кейін кішкене бетіңізде қалып қалмау үшін қара нелері. Жақсылап жууға мән беріңіз. Міне мен қазір орамалымды шешіп жағамын. Міне қыздар, 20 минут өтті. Қараңыздар, бетім қандай әдемі балғын болып қалды. Өзіме қатты сезіліп тұр. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді артынан өзім жасаған 2 ингредиенттен тұратын кремімді жағамын. Сіздер де осылай крем жасап алсаңыздар болады. Қазірде ұзақ сақталатын кремдердің құрамы белгісіз, түсініксіз ғой. Сондықтан өздеріңіз крем жасасаңыздар болады. Менің каналымда рецептісі бар. Төменге де қалдырып кететін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне осылай артынан крем жағып қоямын. Әдемі болып жүріңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, қолдаңыздар. Комментарийда сіздердің пікірлеріңізді күтетін боламын. Жақсы сау болыңыздар.